Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып шығатын, ауызға салса еритін шақшақ дайындаймыз. Алдымен тек қана 2 ғана жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне ұнымызды елеп, қамырымызды илейміз. Қамырымызды 10 минут демалдырып, осылай қамырымызды бір келкі ғып, жұқа ғып жайып аламыз. Қамырымызды жайып, осылай ромбик тәріздес қылып, бір келкі қылып кесіп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Үй жағдайында шай ішкенге өте дәмді. Тек қана 2 жұмыртқа ғана болса болды. Осылай қызып тұрған майымызға барлығын салып аламыз. Үстіне молокомызды ыстықтай, үстіне молокомызды құйып, барлығын бір келкі қылып араластырып аламыз. Араластырып, жақсылап араластыруымыз қажет. Ал міне дайын болған шақшағымыз. Осылай жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Шай ішкенде дәмді.